Жетісу облысында 260-тан аса адам мемлекеттік жобаның игілігін көріп, кәсіп бастады. Ауыл аманаты бағдарламасына бөлінген 3,2 миллиард теңгенің бүгінде 50% игерілді. Жеңілдетілген несие арқылы өз ісін ашқандардың 60 шақтысы Көксу ауданында тұрады. Олармен өңірдегі тілшіміз тілдесіп қайтты. Өз көлемнен шыққан өнім болмайды. Алмас Құрманов бұған дейін жоңышқа өсіріп, егін егумен ғана айналысқан. Шаруа биыл ауыл аманатымен берілген несиеге 11 бас жылқы сатып алды. Енді 4 түліктің төресін бағып, шаруашылығын әр тараптандыруды жоспарлап отыр. Ұрғаш биелерді алдым, байталдарды. Солар келесі жылы туғаннан кейін жаңағы қымызын салып, жылқы малы өзіміздің киелі малымыз ғой. Оны өсірсек, көбейтсек, бақтақ деген үміттеміз. Тиімді бағдарлама. Өте жақсы. Енді басқа пайыздардан нелерден аласыз, 18%-мен аласыз, 20%-мен аласыз. Ол неткенде бәлен байжылдар көп болып кетеді ғой. Мынау 2,5%-мен жаңағы малдың өскенде, еткенде жерің бар, нең бар келеді. Ал Ануар Мұратұлы мемлекеттік көмек арқылы ұсақ мал бордақылауды бастады. Ол 8 миллион теңгеден астам қаражатқа 200 бас қой алған. Шопан ата төлін бақташы жалдап бақтырып жүр. Қар жауғаннан кейін қорада ұстап жемдейді. Салмағы артып семірген соң сатылымға шығармақ. Болашақта осы ұсақ малды ендігі жыл 500 қылдырсақ, 1000 қылдырсақ, алдыңғы жоспарымыз сондай. Үлкен қора жайлар салып, бордақ алаңдарын салсақ па деген ниеттеміз. Кепілзат қойып, ауыл аманатымен несие алғандардың көбі мал шаруашылығын бастады. Себебі 4 түлікті өсіретіндер 2 жылдық үзілістен кейін қаражатын қайтарады. Мемлекеттік бағдарламаның игілігін көргендердің арасында наубайхана, шаштараз ашып, кооператив құрғандар да бар. 261 үміткер 1,5 миллиард теңгеге қаржысын қолына алды. Жалпы 458 үміткерге 3,2 миллиард теңгеге толық беруге материалдары бізде дайын. Қазіргі уақытта құжаттардың рәсімдеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мемлекеттік бағдарлама өзінің тиімділігін көрсетті. Сондықтан саладағылар келесі жылға 5 миллиард 400 миллион теңгеге өтінім беріп отыр. Егер қаражат мақұлданса, ауыл аймақтарда өз кәсібін бастағандардың саны тағы да арта түседі. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.